Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Садвокасов Б К Допты дене тәрбиесі пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі дене тәрбиесі сабағының тақырыбы бойынша допты жоғарыдан беру және төменнен қабылдау барысында бейне сабағымды назарларыңызға ұсынамын. Волейбол ойынының тақырыбының мақсатын айтып кететін болсақ, студенттерге волейбол ойынында допты жоғарыдан беру және төменнен қабылдау әдісін толық меңгерту. Екіншісі, спорттық қабілеттерін дамыту. Үшіншісі, салауаттылыққа тәрбиелеу. Доптысынан беру техникасын жетілдіру үшін мынадай жаттығулар қолданылады. Бірінші жаттығу доптысынан беру техникасын көрсету. Допты төменнен қабылдау техникасын жетілдіру үшін осындай жаттығулар орындалады. Екінші жаттығу допты төменнен қабылдау техникасын көрсету.
Қысқа айтып кететін болсам, волейбол ойыны елімізде ең көп таралған ойындардың бірі. Волейбол олимпиадалық бағдарламасына 1964 жылы енгізілген. Қазақстан волейбол командасы 1966 жылдардан бастап жақсы қатысуда. Құрметті студенттер, осымен менің бейне сабағым өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар.